Елімізде шағын және орта бизнес иелері заңсыз тексерудің құрбанына айналған, салдарынан жұмыстары тұрып үлкен шығынға батқан. Бір ғана Маңғыстау облысында былтыр кәсіпкерлер тарапынан 5000 арыз шағым түскен. Басым бөлігі салық, жер және мемлекеттік сатып алу заңнамаларымен байланысты. Ал қарағандылық кәсіпкерлерге негізсіз 350 миллион теңге айыппұл салған. Президент жариялаған шектеу кімді шектеді? Толығырақ Нұрлан Қонышбай тарқатады. Марат Орынбасаров қисынсыз тексеріске 7 рет тап болып 1,5 жыл соттасып, ақыры компаниясын заң аясында қорғаған кәсіпкердің бірі. Мұнай өндірісінен шыққан қалдықтар өңдеумен 10 жылдан бері айналысатын мекемені экология департаменті 1,5 жылда 7 рет тексерген. Кесірден кәсіпорындардан келісілген жұмыс көлемін ала алмай, қызметіне кедергі келтірілген. Бірінші білгенде бізге берді отказ. Бір нарушение, замечание, біз он замечание орындадық, істедік, бердік. Екінші басқа нарушение жазып қойды. Заявление тапсырған сайын жаны шығара береді замечание. Ол заң бойынша болмайды. Олар білетін бізге көрсету керек, осындай замечание біз оны орындасақ, олар бізге беру керек. Бірақ бізге именно 7 рет отказ берді. Бірақ департамент тарапынан болған тексеріс заңсыз екені сот арқылы дәлелденіп, кәсіпкер жұмысын қайта жолға қойды. Тексеріс органдар Мараттан басқа тағы 6 кәсіп иесіне заңсыз шүйліккен. Тағы бір мысал ретінде, яғни мемлекеттік органдар мен әкімшілік айыппұлдың күшін бұзу, яғни экология департаментімен Кеңсары жеке кәсіпкерлігіне қатысты әкімшілік хаттама жасақталған. Бұлмен дереу біз прокуратурамен араласумен әкімшілік хаттаманың күші бұзылды. Ал Қарағанды облысында өткен жылы 14 кәсіпкерді жауапты органдар негізсіз тексеріп 350 миллион теңге көлемінде айыппұл салған. Мобильді топтар тәулік бойы 24 сағат жұмыс істейді. Өткен жылы облыс бойынша 155-тен астам сигнал тексерілді. Әрбір үшінші өз растауын тапты. 7 тексеруден алдын алды, 2 заңсыз деп танылды. 23 заңсыз тыйым салу шаралары жойылды. Прокуратура қызметкерлері алдағы уақытта заңсыз тексеріс жүргізетін шенеуніктермен күресті күшейтпек. Өткені былтыр бір ғана Қарағанды облысында жергілікті әкімдікте қызмет ететін 50-ге жуық маман әкімшілік жауапкершілікке тартылды. Ал мораторийді пысқырмайтындардың алдын алу үшін алдағы уақытта телеграм-бот жүзеге асатын болады. Яғни әр кәсіпкер дер кезінде прокуратураға бірден хабарласа алады. Бұл жоба наурыз айында іске асады деп жоспарланып отыр. Нұрлан Қонышбай, Айман Сағатай, Мұхаммед Шаткам, Атамекен бизнес.